атақты жазушы, тарихшы, этнограф, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қойшығара Салғариннің 85 жасқа толуына орай жазушы Қойшығара Салғарин елінің еңбек торысы атты бейне әңгіме оқырмандар назарына ұсынамыз. 1957 жылы Қойшығара Салғарин еңбек жолын Ауыл өмірі газетінде редактор болып бастады. 1957-1975 жылдары Қазақ радиосының корреспонденті, Қазақ КСР Ғылым академиясының ғылыми қызметкері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысының кеңесшісі, Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасындағы елшілігінің мәдениет жөніндегі кеңесшісі, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ғылыми қызметкері болып қызмет атқарды. Автордың алғашқы сатиралық өлеңдері 1960 жылдары мерзімді басылым беттеріне жариялана бастады. Жақсы адамның жанында, өткен күндер әңгімелер мен повестердің, қазақ болғанға дейін, қазақ болғаннан кейін 2 томдық романның және тағы да басқа танымал кітаптардың авторы. Қойшығара Салғарин 2 рет медальмен және Қазақстан жоғарғы кеңесінің мақтау қағазымен марапатталды.